Бүгін міне аруана деген тамаша әнді үйренетін боламыз сандар арқылы. Ең бірінші 7-ші пернеге барамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екінші саусақпен басамыз мына сызықтың дәл алдынан. Бұлай бас бармақпен шертіп тартамыз. Алғашында бірлеп тартамыз. Сосын үшінші саусақпен, үшінші саусақ деген мына саусақ 1, 2, 3. Яғни мына төртінші саусақтың алдындағы саусақ үшінші саусақ болып есептеледі. Осы үшінші саусақпен 8-ші пернені басамыз. Міне қасындағы 8-ші перне. Санап тауып аламыз. Міне мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші саусақпен бірлеп тартамыз. Сонда 7, 8, қайттан 7. Сосын үшінші пернені басамыз. Мына бірінші саусақпен. Қай саусақпен басу керек барлығын астына мына жерге жазып қоямын. Схеманы қарап отырыңыздар, иә? Міне. Сұқ саусақпен мына үшінші пернені сызықтың дәл алдынан саусақтың ұшымен басамыз. Бірлеп тартамыз тек. Сонда барлығын қосамыз. 7, 8, 7, 3. Сөзмен айтатын болсақ, өз баланнан тоқтаймыз. Әр қарай сандары 7, 8, 7, 2. Жаңағы саусақтармен. Артық ба, мына жерінде өзгереді, екінші пернені басамыз. Ба, артық бала. Қайттан артық бала. Сосын 5, 3, 0. Қай саусақпен басу керек, оны қарап алыңыздар, астында мына жерде тұрады. Мен тек қалай тартылуын айтатын боламын. Енді бар ма ана дегенді айтамыз. 5, 3, 0. Бар ма ана. Буынға бөліміз сонда. Бар ма ана. Басынан бастайық. Өз ба. Міне мұқият қараңыздар, иә? Түсінбей қалмаңыздар. Өз баланнан артық бала. Екінші пернен бастым. Енді 5, 3, 0. Бар ма ана. 0 деген яғни ешқандай перне баспаймыз. Әр қарай мәз боласын, дәл сол сандар, тек сөзі өзгереді. Мәз боласын, жарай қалсам, шаруана. Тек сонында 5, 3, 0-дің орнына 3, 5, 7 деген сандар қолданылады. Шаруана деген сөзге міне. Ша, буынға бөлеміз, сосын руа, 5-ші перне, сосын 7-ші перне на. Бұлай бас бармақпен бірлеп тартып отырамыз. Яғни бір сан тұрса, бірлеп тартасыздар. Шаруана. Міне біз алғашқы бөлімді аяқтадық. Енді әрі қарай сандары 12, 14, 12, 8. Теңізді де қай саусақпен басу керек қараңыздар, иә? Міне екінші саусақ, төртінші саусақ, қайттан 2, сосын 1. 12-ші перне, иә? Санап алыңыздар, шадасып кетпеңіздер, мына 11-ге барып. Міне қайттан. Теңізді де 12, 14, 12, 8. Әр қарай кешіп өтіп. 12, 14, 12, 7. 7 болып кетеді 8-дің орнына. Бұда. Кешіп өтіп. Одан кейін әр қарай 8, 7, 5. Жетпейме. Міне екінші саусақ 1, 1. Жетпейме. Сәл тоқтаймыз. Әр қарай қайталанып кете береді. Жан ботасын сағынғанда. Басындағы сандар ғой. Аруана. Буынға жақсылап бөліңіздер, иә? Аруана. Мен мына жерге астына шығарып қоямын. Соны қарап алыңыздар, иә, схеманы. Ол әдісті жақсылап түсініп алсаңыздар, өздеріңіз қағазға қарап тарта бересіздер.
тек қалай тартылуын, қай жерді қосып айту керек соны біліп алсаңыздар, қарап жаңағы видеодан. Ал енді келесі шумақта дәл сол сандарға қайталанады, бірақ сөздері өзгереді. Әрі қарай келесі шумағы: ару анасын мен баланмын жана. Бұл үшінші шумақ па әлде? Үшінші шумақ болса да, екінші шумақ болса да, жаңағы дәл сол сандарға қайталанады. Ару анасын мен ботанмын жан ана, сенсіз менің бақ жұлдызым жанама. Дәл сол сандар, тек буынға бөлесіздер ғой. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып бас бәйгені алама. Үшінші шумақ кішкене есімнен шығып тұр. Міне, жалпы осылай. Бұл үшінші шумақ па әлде екінші шумақ? Жалпы қайталанады, буынға бөлесіздер. Ару анасын жақсылап қарасаңыздар, дәлме-дәл сәйкес келеді. Мен ботанмын жан ана, сенсіз менің бақ жұлдызым жанама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шауып бас бәйгені алама. Асыл анам сенен қуат алайын. Жаңағы екінші шумақ есіме түсіп отыр. Енді үшінші шумақ: асыл анам сенен қуат алайын, алдым сенен атар таңның арайын. Сенің ғана жанарында тұратын, мейірімді бір өзіңнен табайын. Осылай, міне, қателеспесем. Бұл үшінші шумақта дәл жаңағы сандарға сәйкес келеді. Яғни, міне, сандары 7, 8, 7, 3, 7, 8, 7, 2. Мынаяқтағы сандары. Мына жерде қайттан айтайын: 7, 8, 7, 3, 7, 8, 7, 2, сосын 5, 3, 0. Сосын тағы қайталау: 7, 8, 7, 3, 7, 8, 7, 2, 3, 7, 5. Өзгереді, соны байқаңыздар. Сосын мына жерінде 12, 14, 12, 8. Сосын қайттан 12, 14, 12, 7, 8, 7, 5. Сосын басын қайттан қайталайды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Кім қанша уақытта үйренді, қанша минутта үйренді, 1 сағатта ма, 2 сағатта ма, соны комментарийге жазып жіберіңіздер. Келесі сабақта да басқа адамдардың да үйренуіне септіктеріңізді тигізіңіздер. Мысалы, мына уақытта үйрендім деп, 10 минутта үйрендім деп. Сосын басқа адамдар қызығып үйреніп алатын болады. Солай жарысып үйренейік. Ал енді келесі сабақта басқа әнді шығаруға тырысам. Осы ару ана әнін жақсылап үйреніп алыңыздар. Ал баршаңызға сәттілік.